Баршаңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен үйде отырып шақырту жасап табыс тапқысы келетін асыл жандарға, қыз-келіншектерге арнап сабақ түсірдім. Яғни запись экран арқылы. Ең бірінші бізде тойға шақыртуда Pinterest қажет болады. Pinterest'тен ең бірінші керекті шаблондарымыздың баршасын дайындап аламыз. Өзімізге керекті. Pinterest'ке кіріп тойға шақырту шаблоны деп жазатын болсақ, ішінде небір дүниелер шығады. Яғни көп суреттер бар ол жерде. Қалаған суретіңізді, қалаған шаблоныңызды таба аласыз. Тойға шақырту шаблоны деп жазсақ, бізге шақыртудың 4 түрі шығады. Яғни олардың көлемдеріне қарай біз барлығын сақтап алып, сосын барып тойға шақырту жасауға кірісеміз. Қарасаңыздар, жоғарыда кез келген суретті алып, жоғарыдағы 3 нүктені бассаңыздар, скачать изображение деген шығады. Изображениені, яғни суретті сақтап алғаннан кейін тағы да 1-2 фотоларды қосуыңыз керек. Гүліне қарай, түсіне қарай ала бересіз. Мысалы үшін мен аспан көк түсті гүлдерді алдым ба, енді дәл осылай 5-6 суретті сақтап аламыз. Скачать изображение деп жоғарыдағы 3 нүктені басып сақтап ала береміз. Және де керекті фотоларыңыз болса, түс үйлесімділігіне, идеяңызға қарай кез келген фотоларды сохранить етіп алуға болады. Дәл осылай міне скачать изображение, яғни фото сақталды. Егер сақталса, изображение скачано деп жоғарыда жазылып тұрады. Галереядан көреміз. Енді тағы бір айта кететін жайт, сізге осындай бір видео ұнады, осындай сүндет тойға шақыртуға, мысалы үшін маған осы сурет ұнап тұр, осы видео ұнап тұр. Осы видеоны қалай сохранить етіп аламын? Жоғарыда 3 нүктені бассаңыздар, копировать ссылку деген тұрады. Осы копировать ссылканы басып аламыз. Яғни ссылкасын, осы видеоның ссылкасын сохранить етіп, Telegram каналыңыз бар болса, Telegram каналға кіріп, Telegram каналдың ішінде CVS-bot деп жазасыздар. Яғни осы CVS-bot каналы арқылы, яғни осы бот арқылы біз, міне көріп тұрсыздар, CVS-bot скачать деген осы бот арқылы біз сохранить етеміз. Сол жерде басып тұрсаңыздар, вставить делінеді. Яғни жаңағы видеоның ссылкасы қойылады. Сол видеоның ссылкасын жібергеннен кейін шамалы секундтар күтіп тұрсаңыздар, сіздерге сол Pinterest'тен видеоны бөліп береді. Яғни бот сіздерге Pinterest'тегі видеоны бөліп береді. Енді сол бөліп берген видеоны үстін басып біршама қараймыз, себебі төмендегі сызықты көріп тұрсыздар, толығымен скачать етіліп болғанша көріп тұрамыз. Сосын жоғарыдағы 3 нүктені басып, скачать, яғни сохранить в галерею дейміз. Сохранить в галерею дегеннен кейін ол автоматты түрде галереяда сақталынады. Дәл осылай Pinterest'тен видеоларды сіз бөліп ала аласыз. Кез келген қалаған видеоңызды бөліп ала аласыз. Міне қарасаңыздар, галереяларыңызда бөліп алған видеоларыңыз тұрады. CVS-bot өте керекті. TikTok'тан, Instagram'нан қалаған видеоларыңызды бөліп алып пайдалануға болады. Кәделеріңізге жарасын. Алдағы сабақтарда сіздерге мен Pinterest'тен бөлек тағы да сабақтарды, енді капотта жұмыс жасауды, қалай шақырту қағазы жинайтынды, және де көптеген элементтерменен танысуды үйретемін. Менімен бірге болыңыздар. Мені жоғалтып алмау үшін каналыма подписаться етіп, күнделікті сабақтарымды қарап отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.